Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пеште балық пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 1 балық, 5 қызанақ, 7 картоп, жарты лимон, 2 ас қасық зәйтүн майы, дәмдеуіштер қара бұрыш, паприка, қалампыр, базилик, 1 ас қасық балық тағамдарына арналған дәмдеуіш, 1 ас қасық тұз, 3 сарымсақ бөлігі қажет. Ең алдымен барлық дәмдеуіштерді бірге қосып араластырып, балыққа жақсылап жағып шығамыз. Балыққа дәмдеуіштер жақсы сіңу үшін пышақпен қалың жерлерін кесіп шығамыз. Енді сарымсақ суын балықтың сыртына жағып шығамыз. Енді зәйтүн майымен балықты майлап шығамыз. Майланған балықтың сырты қатты болмайды. Дәмдеуіштер сіңу үшін балықты 15 минутқа қойып қоямыз. Енді картопты дөңгелектеп турап аламыз. Қызанақты да дөңгелектеп турап аламыз. Лимонның жартысында дөңгелектеп тураймыз. Табаны қыздырып, май құямыз. Енді туралған картоп дөңгелектерін дайын болғанша қуырып аламыз. Картопты майдан сүзіп аламыз. Балық пісіретін ыдысымызға ең алдымен лимон дөңгелектерін қойып шығамыз. Картоп пен қызанақты кезегімен видеода көрсетілгендей тізіп шығамыз. Енді қалған дәмдеуіштерді үстінен сеуіп шығамыз. Үстінен шамамен 1 ас қасықтай зәйтүн майын құямыз. Енді үстінен балықты қоямыз. Пешті 200 градусқа қыздырып, 30 минут пісіреміз.
балығымыз дайын. Өз қалауларыңызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынуыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.